Ихтиозаврлар мезозой дәуірінен бастап өмір сүріп, Крей дәуірінің соңында жойылып кеткен теңіз бауыры мен жорғалаушылардың тобы. Ихтиозаврлар суда өмір сүруге бейімделген және дельфиндерге ұқсас дене пішінде болған. Олар суды мекендеген барлық динозаврлардың түп атасы болып есептелінеді. Ихтиозаврлар дүние жүзінің барлық мұхиттарында өмір сүрген. Олардың қазбалары барлық континенттерде табылды. Бұл теңіз бауыры мен жорғалаушылардың кең таралуын көрсетеді. Ұзындығы 6-7 метрге жететін бұл жануар жыртқыш болған. Бас сүйегі 1 метрден асса, ескек аяқтары 2 метрдей, кеудесінің диаметрі 1 метр. Ол негізінен балықтармен және теңіз ұлуларымен қоректенген өте ірі жануар болған. Ихтиозаврлардың көзі де үлкен, 20 сантиметрге дейін жеткен. Олар терісі тегіс, гидродинамикалық дене пішінде және олардың суда қозғалуына көмектесетін ұзын және икемді құйрықтары болды. Ихтиозаврлар Крей дәуірінің соңында шамамен 90 миллион жыл бұрын жойылды. Ихтиозаврлардың жойылуы көптеген басқа динозаврлар мен ежелгі тіршілік иелері сияқты әртүрлі факторлармен, соның ішінде климаттың өзгеруі, тіршілік ету ортасының жоғалуы және астероид соғуынан туындаған жаппай жойылудың әсерімен байланысты. 2016 жылы Батыс Қазақстан облысынан ихтиозаврлардың ең көне түрінің қалдықтары табылды.